Сәлеметсіздер ме? Мен Сәриева Әсеткүл. Бүгінгі видеомда жастарға жүктілік кезінде қалай күтіну керек екенін және қалай өзін тамақтану керек, сол туралы айтып кеткім келіп отыр. Жаңадан жүктілік басталған кезде әйелдерде жерік деген пайда болады. Кәдімгі өзінің қалаған нәрсесін жеу керек, ішу керек болады. Өйткені баланың ағзасына керекті дүние. Ол қалған нәрсенің ішінде жеген нәрселерінде неше түрлі іштегі жатқан баланың ағзасына керекті дүниелердің тапшылығынан болады. Сондықтан оның жерігін қандыру деген бұрыннан қазақтан келе жатқан дүние. Жүкті бола салып, тіптен құсып, мазалары кетіп, тамақ іше алмай, сондай жағдайлар болады. Ондай жағдайларда көбінесе өті толған адамдарда болады. Сондықтан жүктіліктен бұрын өтті тазалап алу керек. Жүктілікке жалпы дайындалып барып, жүкті болған өте дұрыс болады. Ал енді оған ішкі ағзасын, өтін тазалап, бүйрегін қаратып, бүйрегін емдеп, жүкті болатын болса, онда жүктілік кезеңі жеңіл өтеді. Және жүктілік кезінде көбінесе давлениелері, қан қысымы көтеріліп кетеді. Сондықтан бүйректі тазалап, бүйректі емдеу керек дейтінім сол. Ал жүктілік кезінде сіз жүкті болып қалдыңыз, бірақ ешқандай дайындықсыз Алланың бергені көтеріп қойдыңыз. Ондай жағдайда сіз мысалы жүкті кезінде кефирный диета деген болады. Тек қана 3 күн бойы кефирмен су ғана ішесіз. Сонда сіздің ішкі ішектеріңіз және өттеріңіз, сондай асқазандарыңызға өте жеңілдік пайда болады. Бала өскен сайын адамның ішіндегі ағзалар қысыла бастайды. Сол егер өте толып кеткен жағдай болатын болса, асқазанында сіздер көбейіп кеткен жағдайда, сонда іші бала өскен сайын, жаңа қысылған сайын, ол адам жаман болып, сондай құсық келіп, тамаққа тәбеті болмай, ұйқысы бұзылып, демі жетпейтіндей жағдай болады. Көбірек қимылдау керек. Бала іште өсіп кетсе де босану қиын болады. Қазіргі балаларда көбінесе бастарында внутричерепное давление дегендер көп болып жатыр. Желкелері ауырады, балалардың қарап отырсаң, мышцалары слабый болады. Оны бұрынғы кезде ешкім массаж жасамай-ақ, шомылдырған кезде жақсылап массаж жасап жататын. Қазір тіптен бір айлығынан кәдімгі массажға береді. Ал ол массажға бергеннің ешқандай зияны жоқ, бірақ дегенмен іште жатқанда мығым болатын болса, өзі жұмыс істеп, өзі жаңағыдай тынбай, бір мезгіл демалып, қимыл әрекет ететін болса, ол бала да іштегі өте жақсы ширақ болады. Сондықтан ауру бала тумаймын десең, көбірек қимыл, жақсы тағамменен тағамдану, жаттығу жасау. Қазіргі таңда гинекология жағында тіптен қалай босанғанша толғақ қысқанда қандай жағдай жасау керек, барлығына жаттығуларды үйрететін жерлер көп. Сондықтан сондай жерге барып жаңағы жаттығуларында жасау керек болады. Өйткені бізде қимыл аз. Кейбір жұмыс істейтін келіншектеріміз мысалы көбінесе столда, компьютердің алдында отырады. Сондықтан ол кісілерге жаңағыдай жаттығу залдарына барғаны жөн. Жаттығу залы болғанда ол арнайы 2 қабат келіншектерге арналған жерге барған жөн. Содан кейін кешінде міндетті түрде таза ауа жұтып барып, ең болмаса 15-20 минут таза ауада жүріп барып, демалуға, ұйықтауға жатқаны жөн. Онда өзіне де кислород жеткілікті болады, баланың да басына кислород жеткілікті. Жақсы кислородпенен туатын болса, баланың басы ауырмайды. Мына өкпесі жетілмей туып жатады, ішегі жетілмей туып жатады. Көп жағдайда балалардың жаңағы өкпесі жетілмеге туған жағдайда кішкене демалуы нашарлап, ентіккенде болып, сондай болып жатады. Бірақ оның барлығы уақытша, жақсылап туғаннан кейін жақсылап оған қарайтын болса, майлап, массажын беретін болса, ол уақыт керек болады. Ол өкпесі жетіліп кетеді. Және ішегі неге балаларды көп жаңағы ішектері ауырып, аяқтарын, іштерін тік шалқақтап жылайтын балалар болады. Оның көбінесе ішек жолдары ауырады. Ол ішек жолдары ауырғаны, ішектің де жетілмей туғандығы. Мысалы іште жатқанда бала іштегі табиғи Алланың берген жаңағы анасынан алатын нәрменен қоректенеді. Ал сыртқа шыққаннан кейін дегенмен ауаға шықты ол.
емшек емеді, емшек еміп қойып ортасында ауа жұтып қояды. Сондай жағдайда балалардың іштері көп ауырады, ішектері жақсы жетілмей туады. Сондықтан ішектері жақсы жетілмей туған жағдайда қазір көп адамдар, көп дәрігерлердің жолында айтып жатады. Қазір көп ғылымдарда соған келді ғой. Бұрынғы қазақтар ішін кәдімгі қойдың майымен майлайтын. Қойдың майымен майлайсың ба, жол болмаса пісте майын қайнатып, жаңағы стерилизовать етіп майлайсың ба, әйтеуір ішектеріне жаңағы майлайтын, содан кейін жылы шүберекпенен жауып, сөйтіп жылы ұстау керек болады. Сонда сіздердің туған балаларыңыздың дені сау болады, аман есен боласыздар өздеріңізде. Бұл сіздерге керекті видео деп ойлаймын жас келіншектерге. Бұл видео сіздерге ұнап жатқан болса, тағы да кеңестеріңіз болса сұраңыздар. Және менің осы жерде айтып кететінім, осы кейінгі бір айдың өзінде 4 әйелдің жаңа жүгініп қалған бала туралы видео салған едім. Сол видеом келіншектерге өте жәрдемі тиіп жатыр. Осы кейінгі 20 күндіктің өзінде 4 әйел келіп жаңағы жүгінген балаларын көтертті. Біреу тіптен қуықтың үстіне кіріп кеткен. Өздері көтерілген, өздері сезеді. Ол енді білмеген адамдар оны дұрыс түсінбей жатуы да мүмкін, бірақ ол бұрыннан келе жатқан дүние. Ол сіздің қасақана сүйектің ішіне, қуықтың үстіне сүйектерге қолдары, иықтары кіріп кеткен жағдайда, соны білетін адам, мысалы мен өзім соны көтеремін. Соны көтергенде жеп жеңіл болып, ешқандай кесір тілігімен емес, жаңағы өзінің табиғи толғағымен балаларды босанып жатады. Ол сондықтан балаларыңыз жүгініп қалып, өздері жүгінген деген өздеріңізге белгілі. Жүре алмай қалады адам. Бір жағына қарата бір аяғы баса алмай, жүре алмай қалады. Біреу қуыққа тіреліп тұрып, зәрге отыруым қиын болды деп жатыр. Осы 20 күннің ішінде 4 әйел келіп, аман есен жаңағы жүгінген баланы көтертіп, 2 күннен кейін, 3 күннен кейін, тіптен 1 күннен кейін аман есен босанып алды. Сондай жолдарда бар. Сондықтан біздің осы менің сіздерге айтқандарым сіздердің көңілдеріңізге қонып жататын болса, хабарласыңыздар. Астындағы сілтемеге бассаңыздар, менің жұмыс телефондарым, WhatsApp телефондарым түгел бар. Соған жазыңыздар, хабарласыңыздар, мен сіздермен біргемін. Әр уақытта жауап беруге дайынмын. Жазылуды ұмытып кетпеңіздер.